Айтыс. Топ алдында суырылып салып айтылатын сөз сайысы. Айтыстың түрлері: жар айтысы, бәдік айтысы, жануар мен адам айтысы, өлі мен тірі айтысы, жұмбақ айтыс, салт айтыс, қыз бен жігіт айтысы, ақындар айтысы, осы күнгі айтыстар. Бәдік айтысы. Бәдік айтысы табиғаттың тылсым сырын түсінбеген кезде, әсіресе шаманизм тұсында туған айтыс түрі. Шаманизмге сенген адамдар табиғаттағы көптеген нәрселерге табынатын болған, олардың иесі бар деп түсінген. Сол уақытта айналшық деген мал ауруының иесі бәдікті үркітіп көшіру үшін, ауылдан қуу үшін кешқұрым екі жақ боп әндетіп бәдік айтатын болған. Жануар мен адам айтысы. Мал иесі мал иесі мен жануар арасындағы айтыс бізде жануар мен адам айтысы болады. Жұмбақ айтыс ақындық дүниетанымын, ой санасын өрістетіп, қиялын шарықтатып, әр нәрсені жұмбақ етіп, екі жақтың бір-бірімен жұмбақтаса айтысуы. Бұл айтыстың ең жақсы үлгісі Сапарғали мен Нұржан айтысы. Сондай-ақ Әсет пен Ырысжан, Қожа Ахмет пен Әубәкір айтыстары да айтыстың осы түріне жатады. Салт айтысы. Әдет ғұрып, сенім, наным, күнкөріс және тұрмыс-тіршілікке байланысты туындаған айтыс түрі. 19 ғасырда кеңірек жайылған. Сол дәуірдегі атақты ақындар Шөже, Балта, Орынбай, Кемпірбай, Тезекбай, Сүйінбай, Төбек, Омарқұл, Тәбия, Мұрат, Сүгір, Жаскілең, Бала Омар, Біржан, Сара, тағы басқа. Бұл айтыстың екі түрі бар: қыз бен жігіт айтысы, ақындар айтысы. Қыз бен жігіт айтысы көбіне той-думанда, мерекелік жиында айтылады. Басты ерекшелігі айтысқа түскен қыз бен жігіт арасында әзіл-қалжың, сондай-ақ әлеуметтік жағдайлар көбірек баяндалады. Мысалы, Омарқұл, Тәбия, Біржан, Сара, Жамбыл, Салиха, Кенен, Ләтифа, Сүйінбай, Күнбала. Ақындар айтысы. Ақындар айтысы айтыс жанрының кейінгі даму кезеңінің жемісі. Негізгі арқауы ру мәселесі. Дәстүр бойынша әр ақын өз руының басшыларын мақтап, немесе ел-жұртқа жасаған жаман істерін әшкерелеп, бір-бірімен айтысады. Бұл айтыстың ерекшелігі көптеген әйел ақындар қатынасқан. Ақындар айтысында талантымен бүкіл елге аты жайылған ақындар: Сара мен Ырысжан, Ақбала мен Күнбала, Тоғжан мен Тәбия. Жар айтысы үйлену тойында айтылатын қыздың зар-мұңы секілді, соны жұбату секілді тұрмыс-салттық айтыс түрі. Осы күнгі айтыста ақындар жаңа заманға лайықталған жыр жолдарымен, ерекше сөз саптауларымен, тосын теңеулермен, жарасымды әзіл-қалжыңдармен айтысуда.